Кейде адамның өмірі бір күнде емес, бір сәтте өзгереді. Сол сәт келгенше бәрі қалыпты көрінеді. Аспан бұрынғыша көк, күн бұрынғыша жылы. Бірақ тағдыр өз шешімін әлде қашан шығарып қойған болады. Жансұлу ішінде өмір дәл сондай еді. Ол ауылдағы ең көрікті, тәрбиелі қыздардың бірі болатын. Университетті аяқтауға аз уақыт қалған. Болашақта мұғалім болуды армандайтын. Оның жанында әрқашан қолдау көрсететін жігіті Бауыржан бар еді. Екеуі кешкілік ауыл шетіндегі өзен жағасында жиі кездесетін. Университетті бітірген соң қалаға кетеміз бе? Деді Бауыржан күлімсіреп. Білмеймін, анамды жалғыз қалдырғым келмейді, деді Жансұлу. Онда осында қаламыз, маған бәрібір, ең бастысы, сен жанымда болсаң болды. Жансұлу жымиып, көзін төмен түсірді. Сол сәтте ол өмірінің осылай жалғаса беретініне сенімді еді. Ал үйінде анасы Замира кешкі ас әзірлеп жүрген. Әкесі Қанат жұмыстан кеш келетін әдеті соңғы айларда жиілеп кеткен. Әкең тағы кешігеді ме? Деп сұрады Замира. Иә, жұмысы көбейген шығар, деді Жансұлу. Замира үнсіз қалды. Соңғы кезде Қанаттың мінезі өзгерген еді. Бұрын көңілді жүретін адам қазір жиі ойланып кететін. Кейде түннің ортасына дейін далада жалғыз отыратын. Бірақ ешкім оның ішінде қандай дауыл соғып жатқанын білмейтін. Сол түні Қанат үйге тағы кеш оралды. Жансұлу әкесінің жүзіне қарап шошып кетті. Шаршаған, мазасыз, көзінде үрей бар. Әке, бәрі дұрыс па? Деді ол. Дұрыс қызым, шаршадым жай ғана. Қанат күлімдеуге тырысқанмен дауысы дірілдеп шықты. Ол бөлмесіне кіріп кеткен соң Замира күйеуінің артынан ұзақ қарап тұрды. Өйткені әйел жүрегі бір жамандықтың жақындап келе жатқанын әлде қашан сезген еді. Ал дәл сол түні үйдің сыртында белгісіз көлік бірнеше минут тоқтап тұрды. Ішінде отырған екі ер адам терезеге қарап отырды. Осы үй ме? Иә, Қанаттың үйі. Уақыт аз қалды. Көлік қараңғылыққа сіміп жоқ болды. Ал үй ішіндегілер тағдырларының дәл осы сәттен бастап өзгере бастағанын әлі білмейтін еді. Егер сізге осындай өмірлік оқиғалар ұнаса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және өз ойыңызды комментарийге қалдырыңыз. Біз бәрін оқимыз. Келесі күн Жансұлу үшін әдеттегідей басталды. Бірақ кейде ең ауыр жаңалықтар ең қарапайым күндерде келеді. Түстен кейін ол үйге ертерек қайтты. Есікке жақындағанда іштен ата-анасының дауыстары естілді. Жансұлу тоқтап қалды. Әдетте Қанат пен Замира дауыспайтын, ал қазір олардың сөздерінен қорқыныш сезіліп тұрды. Бұлай жалғаса алмайды, Қанат, деді Замираның дірілдеген даусы. Білемін. Сонда не істемексің? Білмеймін. Жансұлу алғаш рет әкесінің осындай әлсіз үнін естіді. Олар тағы келді ме? Иә. Қанша қалды? Үй ішінде ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Қанат ауыр күрсінді. Өте көп. Жансұлудың жүрегі шімете қалды. Қарыз? Қандай қарыз? Әкесі ешқашан бұл туралы айтпаған. Неге маған ертерек айтпадың? Деді Замира. Сені уайымдатқым келмеді. Енді ше, не болады? Білмеймін. Жансұлу есіктің сыртында қатып қалды. Ол бұрын өзін қауіпсіз әлемде өмір сүріп жүргендей сезінетін. Ал қазір сол әлемнің қабырғалары жарылып жатқандай еді. Біраздан кейін ол әдейі дыбыс шығарып кірді. Ата-анасы дереу әңгімені тоқтатты. Келдің бе, қызым? Деді Замира. Иә. Жансұлу әкесіне қарады. Қанат бір сәт көзін тайдырып әкетті. Бұл бұрын болмаған нәрсе еді. Кешке қарай ол анасын жалғыз ұстап алды. Анашым, бір нәрсе болды ма? Замира сәл кідірді. Жоқ, қызым. Өтірік айтпаңызшы. Замира көзін төмей түсірді. Кейбір мәселелер бар. Андай мәселе? Әкеңнің жұмысына қатысты. Бірақ бұл жауап Жансұлуды қанағаттандырмады. Түнде ол ұйықтай алмады. Үйдің ішінде бір түрлі ауыр тыныштық орнаған еді. Ал түн ортасында сырттан көлік дауысы естілді. Жансұлу терезеге жақындады. Қараңғыда екі адам Қанатпен сөйлесіп тұр екен. Дауыстары анық естілмеді. Бірақ бір сөйлем анық жетті. Уақыт бітеді, Қанат. Біз енді күте алмаймыз. Жансұлудың денесі мұздап кетті. Әкесі неге қарызға батты? Бұл адамдар кім? Және неге олардың сөзінен қауіп сезіледі? Ол бұл сұрақтардың жауабын әлі білмейтін. Бірақ дәл сол түні оның өміріндегі ең қорқынышты оқиғаның алғашқы есігі ашылған еді.
Кейде адам бір күнде қателеспейді. Үлкен құлдырау, кішкентай қадамдардан басталады. Қанатта кезінде ауылдағы сыйлы азаматтардың бірі болатын. Еңбекқор, адал, отбасы үшін жанын беруге дайын әке еді. Бірақ 3 жыл бұрын бәрі өзгерді. Сол кезде оған қаладан келген танысы үлкен табыс әкелетін кәсіп ұсынған болатын. Қанат, бұл мүмкіндік өмірде бір-ақ рет келеді деген еді танысы. Тәуекел ету керек пе? 1 жылда қарыздан құтыласың, үйіңді жаңартасың, қызымды оқытасың. Сол сөздер Қанаттың ойынан кетпеді. Ол банктен несие алды, кейін тағы қарыз алды. Алғашында бәрі жақсы жүргендей көрінді. Бірақ көп ұзамай серіктесі ақшамен бірге жоғалып кетті. Қанат бір күнде барынан айырылды. Сол күннен бастап оның тыныштығы жоғалды. Алғашында жағдайды өзі шешемін деп ойлады. Сосын тағы қарыз алды. Ескі қарызды жабу үшін жаңа қарызға кірді. Бірнеше айдан кейін жағдай мүлдем бақылаудан шықты. Қазір оның мойнындағы қарыз таудай болып өскен еді. Сол түні ол үйдің ауласында жалғыз отырды. Кенет қасына Замира келді. Тағы да ұйықтай алмай отырсың ба? Иә, Қанат, шындықты айтшы, қанша қарызсың? Қанат үнсіз қалды. Айтшы. Өте көп. Нақты қанша? Қанат басын төмен салды. Замира естігенде көзінен жас шығып кетті. Мұндай соманы қалай қайтарамыз? Білмеймін. Сол сәтте Қанат алғаш рет өзін жеңілген адамдай сезінді. Ал оның бұл жеңілісі көп ұзамай бүкіл отбасының тағдырын өзгертетін еді. Соңғы күндері үйдегі ауа ауырлап кеткен еді. Бұрын бұл шаңырақтан күлкі үзілмейтін. Қазір бәрі бір-бірінен бір нәрсені жасырып жүргендей. Жансұлу ата-анасының өзгергенін байқап жүрді. Анасы жиі жылайтын болды. Әкесі көзге тіке қарамайтын болды. Бір кеште дастархан басында ешкім сөйлемеді. Тек сағаттың тықылы ғана естіліп тұрды. Ақыры Замира үнсіздікті бұзды. Бұлай қанша жүреміз? Қанат жауап бермеді. Мен сенен сұрап тұрмын. Балалардың көзінше айтпайық. Қай баланың көзі? Қызымыз бәрін сезіп отыр. Жансұлу үнсіз отырды. Ол өзін бұл әңгіменің ортасында қалғандай сезінді. Мен қолдан келгеннің бәрін істеп жатырмын, деді Қанат. Жоқ, сен уақытты өткізіп жатырсың. Сонда не істейін? Шындықты мойында. Қанат орнынан тұрып кетті. Мен онсыз да күнде сонымен өмір сүріп жүрмін. Ол сыртқа шығып кетті. Жансұлу анасымен омаша қалды. Анашым, Замира көз жасын сыртып алды. Ештеңе емес, қызым. Бір нәрсе болып жатыр. Иә, не? Замира жауап бере алмады. Өйткені шындықты айтуға әлі батылы жетпеген еді. Сол түні үйдің әр бөлмесінде әртүрлі ойлар арпалысып жатты. Жансұлу белгісіздіктен қорықты. Замира болашақтан қорықты. Ал Қанат ертең болатын кездесуден қорықты. Себебі ертең оған қарыз иелері тағы келетін еді. Бауыржан соңғы апталарда Жансұлуды тана алмай жүргендей еді. Бұрын ашық жарқын қыз қазір жиі ойланып кететін болды. Кейде сөйлесіп отырып та алыста жүрген адам сияқты көрінетін. Бір күні ол Жансұлуды өзен жағасына шақырды. Саған не болған? Ештеңе. Жансұлу, мені алдай алмайсың. Қыз үнсіз қалды. Үйде мәселе бар ма? Аздап. Қандай мәселе? Білмеймін. Қалай білмейсің? Жансұлу ауыр күрсінді. Бір нәрсе болып жатыр. Бірақ ешкім маған ештеңе айтпайды. Бауыржан оның қолынан ұстады. Жалғыз емессің. Жансұлудың көзіне жас келді. Соңғы күндері алғаш рет біреудің жанашырлығын сезінді. Кейде бәрі құлап жатқандай болады. Құламайды. Егер құласа ше, онда бірге көтереміз. Бауыржанның бұл сөзі қыздың жүрегіне жылы тиді. Бірақ бәл сол сәтте оның телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Әкеңе айт, уақыты аз қалды. Жансұлудың өңі бозарып кетті. Не болды? Деді Бауыржан. Ештеңе, бірақ ол өтірік айтып тұрған. Алғаш рет қауіп оның өзіне жақындай бастаған еді. Сол күні кешке Бауыржан үйіне қайтып бара жатып, бір нәрсені анық түсінді. Жансұлу үлкен қиындықтың ортасында жүр. Және ол, бұл қиындықтың қандай екенін білмесе де, сүйген қызын жалғыз қалдырмаймын деп өзіне сөз берді. Бірақ тағдыр олардың махаббатын өте ауыр сынақпен тексеруге дайындалып жатқан еді. Адам кейде жамандықты көзімен көрмей тұрбақ сезеді. Жансұлу да соңғы күндері дәл сондай күйде жүрді. Әкесінің жүзі күннен күнге сұрланып барады.
Анасының көзі қызарып жүреді. Үйде бұрынғыдай күлкі жоқ. Тіпті дастархан басындағы әңгімелер де жоғалған. Сол күні кешке Жансұлу бөлмесінде сабақ қарап отырған. Кенет сырттан қатты дауыс естілді. Терезеден қараса, аулада екі бейтаныс адам тұр екен. Қанат олармен сөйлесіп жатыр. Дауыстары ашулы естілді. Біз күте-күте шаршадық. Аздап уақыт беріңдер. Уақыт бітті. Жансұлудың жүрегі тарс-тұрс соға бастады. Ол әкесін мұндай дәрменсіз күйде бұрын көрмеген. Бірнеше минуттан кейін әлгі адамдар кетіп қалды. Қанат үйге кірген кезде оның жүзінен қан қашып кеткен еді. Әке, не болды кет қызым? Әлгі адамдар кім? Қанат бір сәт тоқтап қалды. Жұмысқа қатысты адамдар. Олар неге ашулы? Ұсақ мәселе ғана. Жансұлу үндемеді, өйткені бұл жауаптың өтірік екенін сезіп тұрды. Сол түні ол ұйықтай алмады. Жүрегінде бұрын болмаған қорқыныш пайда болды. Әлі нақты не болып жатқанын білмесе де, оның өміріне үлкен дауыл жақындап келе жатқанын сезген еді. Келесі күні түс ауа үйдің есігі қатты қағылды. Замира есікті ашқанда екі ер адам кіріп келді. Жүздері суық, дауыстары одан да суық. Қанат үйде ме? Үйде. Қанат сыртқа шыққанда өңі бірден өзгеріп кетті. Тағы келдіңдер ме? Біз сөйлесуге келдік. Айтатындарыңды айттыңдар ғой. Жоқ, бұл жолы соңғы рет айтып тұрмыз. Замираның қолы қалтырай бастады. Ал Жансұлу бөлмесінің есігінің артында бәрін тыңдап тұрды. Бір апта. Мен тырысып жатырмын. Бізге сенің тырысып жатқаның емес, ақша керек. Үй ішінде ауыр үнсіздік орнады. Сосын әлгі ер адамның бірі үстелге қағаз тастады. Мұна мерзімнен кейін басқа әңгіме болады. Олар кетіп қалды. Қанат орындыққа ала отыра кетті. Басын екі қолының арасына қысты. Замира үнсіз жылады. Ал Жансұлу алғаш рет шындықтың қаншалықты ауыр екенін сезді. Бұл жай ғана қарыз емес еді. Бұл олардың бүкіл өмірін жұтып бара жатқан қара тұңғиық сияқты болатын. Қонақтар кеткеннен кейін үй іші бұрынғыдан да тынысталып кетті. Бірақ бұл тыныштықтың астында үрей жатқан еді. Кешке қарай Замира шыдай алмады. Енді не істейміз? Қанат үнсіз отырды. Мен сенен сұрап тұрмын. Білмеймін. Үйді сатамыз ба? Жетпейді. Көлікті ше? Ол да жетпейді. Замира көзін жұмды. Жауаптардың бәрі тығырыққа тіреп тұрды. Бір кезде Қанат ауыр күрсінді. Олар бүгін тағы бір нәрсе айтты. Не айтты? Қанат біраз уақыт үндемеді. Басқа жол ұсынды. Замираның жүрегі шым ете қалды. Қандай жол? Айтқым келмейді. Қанат. Кейін айтамын. Сол түні ешкім дұрыс ұйықтамады. Әсіресе Қанат. Өйткені әлгі адамдардың айтқан ұсынысы оның құлағында қайта жаңғырып тұрды. Ол ұсынысты қабылдау мүмкін емес сияқты еді. Бірақ уақыт өткен сайын одан басқа амал қалмай бара жатқан. Келесі күні кешке Қанат ауыл шетіндегі ескі кафеге барды. Оны сол жерде қарыз берген адамдар күтіп отыр екен. Қанат ішке кірген сәтте-ақ көңілі құлазып кетті. Үстел басында отырғандардың жүзінен мейірімнің ізі де байқалмайтын. Отыр Қанат, деді олардың үлкені. Қанат үнсіз жайғасты. Сонымен ақша мәселесін қалай шешеміз? Маған тағы уақыт керек. Уақыт жоқ дедік қой. Қанат көзін төмен салды. Мен қолдан келгеннің бәрін істеп жатырмын. Әлгі адам күліп жіберді. Жоқ, сен уақыт өткізіп жүрсің. Бөлме ішін ауыр тыныштық басты. Бірнеше секундтан кейін әлгі адам алға еңкейіп сөйледі. Шешім біреу-ақ. Қанат селк етіп басын көтерді. Қандай шешім? Мұратхан аға саған көмектесуге дайын. Бұл есімді Қанат бұрыннан білетін. Ауылдағы ең бай адамдардың бірі. Жасы 70-ке таяған. Бірақ неге дәл қазір оның аты аталып отыр? Мен түсінбедім. Түсінесің. Әлгі адам суық жымиып қойды. Мұратхан аға сенің мәселеңді толық жабады. Неге? Оның да бір шарты бар. Қанаттың жүрегі жамандықты сезді. Қандай шарт? Қызым Жансұлуды оған тұрмысқа бересің. Сол сәтте Қанаттың денесі мұздап кеткендей болды. Не дедің? Естідің. Бұл мүмкін емес. Онда қарызды төле. Қанат орнынан атып тұрды. Мен бұған ешқашан келіспеймін. Онда өзім біл. Олар сабырлы отырды, ал Қанаттың дүниесі төңкеріліп кеткен еді. Өйткені дәл осы сәтте оның алдына өміріндегі ең ауыр таңдау қойылған болатын. Сол түні Қанат үйге өте кеш келді.
Оның түрін көрген Замира бірден бір нәрсе болғанын түсінді. Не айтты олар? Қанат үнсіз отырды. Айтшы. Шешім ұсынды. Қандай шешім? Қанаттың еріне әрем пимудады. Жансұлуды Мұратханға ұзату керек дейді. Замира алғашында естімегендей болды. Не? Қарды жабудың сарты сол екен. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай көрінді. Келесі секундта Замира көз жасына ерік берді. Жоқ. Оның жанайғайы бүкіл үйге естілді. Жоқ, жоқ, жоқ. Тынышталшы. Қалай тынышталамын? Замираның даусы дірілдеп шықты. Ол біздің қызымыз. Білемін. Сен бұны тіпті ойламауың керек. Мен де қаламаймын. Онда бұл әңгімені бір жола ұмыт. Қанат үнсіз қалды. Қызымыз ойыншық емес. Мен білемін. Ол Бауыржанды жақсы көреді. Білемін. Онда қалайша мұндай сөзді тыңдап отырсың? Қанаттың көзіне де жас келді. Себебі басқа жол көріп тұрған жоқпын. Замира үнсіз жылап отырды. Ал көрші бөлмеде тұрған Жансұлу ол әңгіменің соңғы бөлігін естіп қалған еді. Қызымыз, Мұратхан, тұрмысқа беру. Оның жүрегі белгісіз үрейден қысылып кетті. Бірақ ол әлі шындықтың толық бетін білмейтін. Ауылда Мұратхан туралы әртүрлі әңгіме айтылатын. Біреулер оны өте жомарт адам дейтін. Біреулер одан қорқатын. Бірақ ешкім оның шын өмірі жайлы толық білмейтін. Жансұлу бұл кісіні бірнеше рет қана көрген. Ұзын бойлы, қабағы қатулы, әрдайым жалғыз жүретін. Сол күні кешке ауыл дүкенінің алдында екі әйелдің әңгімесін естіп қалды. Мұратхан тағы біреуге көмектесіпті дейді. Иә, бірақ бекер емес шығар. Оның еш нәрсені бекер істемейтін бәрі біледі ғой. Жансұлу еріксіз тыңдап қалды. Әйелі қайтыс болғаннан кейін өзгеріп кеткен дейді. Жалғыздық жаман нәрсе ғой. Дегенмен жұрттың бәрі одан сақтанады. Жансұлу ойланып қалды. Неге соңғы күндері бұл есім қайта-қайта шыға береді? Неге анасы жылаған кезде осы атты атады? Неге әкесі осы есімді естіген сайын үнсіз қалады? Кешке үйге келгенде ол анасынан сұрады. Анашым, Мұратхан деген кім? Замира селк етіп кетті. Неге сұрап тұрсың? Жай ғана. Ауылдың үлкендерінің бірі. Басқа ештеңе емес пе? Замира қызына ұзақ қарады, сосын күштеп жымиды. Жоқ қызым. Бірақ бұл жауаптың ішінде шындық жоқ екенін Жансұлу сезді. Ал сол түні үйдің сыртында Қанат жалғыз отырды. Ол аспанға қарап ұзақ үнсіз қалды. Өйткені ертең оған тағы да таңдау жасауға тура келетін еді. Ал бұл таңдау оның ғана емес, қызының да тағдырын өзгертуі мүмкін болатын. Үй ішіндегі ауыр тыныштық күн өткен сайын қоюлана түсті. Жансұлу ата-анасының өзінен бір нәрсені жасырып жүргенін анық сезетін. Бірақ не екенін ешкім айтпайтын. Сол күні кешке Қанат пен Замира ас үйде тағы да сыбырлап сөйлесіп отырды. Жансұлу су ішу үшін шыққан кезде олардың әңгімесі кенет тоқтап қалды. Бұл жолы қыз шыдай алмады. Маған неге ештеңе айтпайсыңдар? Замира мен Қанат бір-біріне қарады. Қызым, жоқ, бүгін бәрін айтыңдар. Қанат ауыр күрсінді. Ол осы күннің ерте ме, кеш пе келетінін білетін. Кейбір мәселелер бар. Қандай мәселе? Қарыз мәселесі. Жансұлу үнсіз тыңдап тұрды. Қанша қарыз? Қанат нақты жауап бере алмады. Өте көп. Ал оны қайтарудың жолы жоқ па? Үй ішінде үнсіздік орнады. Сосын Замира көз жасын сыртып жіберді. Жансұлудың жүрегі шымете қалды. Анашым, біз бәрін шешуге тырысып жатырмыз. Бірақ қалай? Осы сәтте Қанаттың аузынан күтпеген сөз шықты. Мұратхан көмектесе алады. Жансұлу алғаш рет бұл есімді ата-анасының аузынан естіді. Мұратхан? Иә. Ол неге көмектеседі? Қанат жауап бере алмады. Ал Замира орнынан тұрып кетіп қалды. Бұл үнсіздік Жансұлудың ішіндегі күдікті бұрынғыдан да күшейтіп жіберді. Өйткені кейде айтылмаған сөздердің өзі бәрінен ауыр болады. Сол түн Жансұлу үшін өте ұзақ болды. Ол төсегінде жатып алып көзіле алмады. Мұратхан, қарыз, ата-анасының көз жасы, барлығы бір-бірімен байланысып жатқандай көрінді. Бірақ нақты шындық әлі де белгісіз еді. Неге олар менен жасырады? Неге бәрі қорқады? Неге анам күнде жылайды? Осы сұрақтар оның санасын мазалай берді. Таңға жуық ол сыртқа шықты.
Аулада Қанат жалғыз отыр екен. Әке, Қанат басын көтерді. Ұйықтамадың ба? Сіз де ұйықтамағансыз. Екеуі біраз үнсіз отырды. Әке, бір сұрақ қояйыншы? Қой. Егер адам отбасын құтқару үшін өзін құрбан етуге мәжбүр болса, не істер еді? Қанаттың жүрегі тоқтап бала жаздады. Неге олай сұрақ тұрсың? Жай ғана. Қанат қызына ұзақ қарады. Ол қызын қатты жақсы көретін, сондықтан дәл осы сәтте жүрегі бұрынғыдан да қатты ауырды. Ешкім өз бақытын құрбан етпеуі керек, қызым. Бірақ кейде амал қалмайтын шығар. Қанат жауап бере алмады. Өйткені дәл қазір оның өзі сондай тығырықта отырған еді. Ал Жансұлу болса, өз тағдырының айналасында бір сұмдық шешім пісіп жатқанын іштей сезіне бастаған болатын. Келесі күні Бауыржан Жансұлуды кездестіруге келді. Ол қыздың соңғы кездегі жағдайын көріп, қатты алаңдап жүрген. Екеуі бұрынғыдай өзен жағасына барды. Бірақ бүгінгі кездесу мүлде басқаша еді. Жансұлудың жүзінен күлкі жоғалған. Сен қатты өзгеріп кеттім, деді Бауыржан. Мүмкін? Мүмкін емес. Бір нәрсе болып жатыр. Жансұлу үнсіз қалды. Маған сенбейсің бе? Сенем. Онда айт. Қыздың көзіне жас толды. Мен өзімде ештеңе түсінбеймін. Бауыржан оның қолынан ұстады. Қандай жағдай болса да жалғыз қалмайсың. Жансұлу көзін төмен түсірді. Егер бәрі кеш болса ше? Кеш болмайды. Егер біз ойлағандай өмір сүре алмасақ ше? Бауыржан қыздың жүзіне тіке қарады. Онда күресеміз. Ал егер тағдыр қарсы болса ше? Мен тағдырмен де күресемін. Жансұлудың көзінен жас сырғып кетті. Сол сәтте Бауыржан бұрын соңды айтпаған сөзін айтты. Тыңдашы. Иә, мен сені жоғалтпаймын. Оның даусы сенімді шықты. Қандай жағдай болса да. Жансұлу жүрегінің елжіреп кеткенін сезді. Бірақ дәл сол уақытта үйінде оның тағдырына қатысты қорқынышты әңгіме жалғасып жатқанын ол білмейтін. Ал уақыт болса тоқтамай алға жылжып бара жатты. Күндер өткен сайын Қанаттың мойнындағы қарыз ғана емес, жүрегіндегі ауырлық та көбейе берді. Ол таңертең көзін ашқанда да, түнде ұйықтар алдында да бір ғана нәрсені ойлайтын. Қалай құтылуға болады? Бірақ жауап жоқ еді. Сол кеште үйге тағы да әлгі адамдар келді. Бұл жолы олардың жүздері бұрынғыдан да суық болатын. Уақыт бітті, Қанат. Маған тағы аздап мүмкіндік беріңдер. Жоқ. Мен ақша табамын. Қайдан? Қанат үндей алмады. Олардың айтқаны рас еді. Оның қолында ешқандай мүмкіндік қалмаған. Ертеңнен кешке дейін соңғы жауабыңды береміз дедің ғой. Иә. Онда ертең шешіміңді естиміз. Егер келіспесем ше? Әлгі адамның көзі суып кетті. Онда жағдай басқаша болады. Олар кетіп қалды. Үйдің іші тағы үнсіздікке батты. Замира орындыққа отыра кетті. Біз құрып барамыз. Қанат басын ұстап отырды. Ал көрші бөлмеде тұрған Жансұлу бәрін естіп тұрды. Ол бұрынғыдай күмәнданбайтын болды. Енді бір сұмдықтың жақындап қалғанын анық сезетін. Сол түні ешкім ұйықтамады, әсіресе Қанат. Өйткені ертең оның өміріндегі ең ауыр шешім қабылдануы мүмкін еді. Таң атқанда Қанат өзін бірнеше жылға қартайып кеткендей сезінді. Айнаға қарағанда өз жүзін өзі танымай қалды. Көзінің астын қара көлеңке басқан, жүзі қуарып кеткен. Ал жүрегі болса екіге бөлініп тұрғандай еді. Түске қарай оған тағы қоңырау келді. Кездесуге шық, бұл қысқа ғана бұйрық болатын. Қанат ауыл сыртындағы ескі қоймаға барды. Онда баяғы адамдар күтіп тұр екен. Сонымен, мен әлі ойланып жүрмін. Ойланатын уақыт өтті. Басқа жол табуға тырысып жатырмын. Әлгі адам басын шайқады. Басқа жол жоқ. Қанат үндемеді. Мұратхан аға, сенің барлық қарызыңды жабады. Бірақ, ешқандай бірақ жоқ. Ол менің қызым ғой. Ал қарыз сенің мойныңда. Бұл сөз Қанаттың жүрегіне пышақ болып қадалды. Үйге қайтқанда ол жол бойы үнсіз келді. Кешке Замира оның жүзінен бәрін түсінді. Сен беріле бастадың ба? Қанат жауап бермеді. Қанат, мен не істейін? Қызымызды құрбан етпейміз. Онда басқа жол айт. Замира үнсіз қалды. Өйткені оның да қолында жауап жоқ еді. Ал тағдыр оларды күн сайын шешімге жақындатып бара жатқан. 2 күннен кейін бәрі өзгерді. Қанат үйге бұрынғыдан да үнсіз оралды. Замира оның көзінен бірден жаман хабарды оқыды. Не болды?
Қанат жауап бермеді. Айтшы. Ол орындыққа баяу отырды, сосын ауыр күрсінді. Мен келсін дердім. Замираның қолындағы кесесі жерге түсіп сынып кетті. Не дедің? Мен келсін бердім. Жоқ. Замираның көзінен жас сорғалап ақты. Жоқ. Басқа амал қалмады. Бар еді. Қандай? Кезгергені. Қанат көзін жұмып алды. Олар ертең Мұратханмен кездестіреді. Замира жылап жіберді. Осы кезде дәлізде тұрған Жансұлу бәрін естіп қалды. Әлен бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қандай келісім? Екеуі де жалт қарады. Қандай келісім? Деп қайталады қыз. Ешкім жауап бермеді. Әке. Қанаттың көзіне жас келді. Қызым, не болып жатыр? Үй ішіндегі тыныштық бәрінен ауыр болды. Сосын Замира жылап отырып айтты. Олар сені Мұратханға бергісі келеді. Жансұлудың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не? Қарыз үшін. Қыз артқа шегінді. Жоқ. Қызым, жоқ. Бұл айқай бүкіл үйді жаңғыртты. Оның көзінен жас парлап кетті. Мен адаммын ғой. Кешір мені, деді Қанат сыбырлап. Бірақ дәл сол сәтте Жансұлу әкесінің сөзін ести алмады. Өйткені оның армандары, махаббаты, болашағы көз алдында қирап жатқан еді. Жансұлу үшін сол күннен кейін уақыт баяу өте бастады. Әр сағат азапқа айналды. Әр минут жүрегіне ауыр жүк болып басылды. Кеш түскенде ол бөлмесінен шықпай қойды. Замира қайта-қайта кіріп, қызының қасына отырды. Бірақ ана жүрегі қанша жұбатқысы келсе де, айтар сөз таппады. Қызым. Жансұлу үнсіз терезеге қарап отырды. Маған қарашы. Неге анашым? Замира көз жасын сүртті. Бәрі жақсы болады. Жансұлу ащы күліп жіберді. Қалай жақсы болады? Менің өмірімді біреулер шешіп қойды ғой. Замира үнсіз жылады. Сол түні Бауыржан бәрін естіп білді. Жамалық оған найзағайдай әсер етті. Ол бірден Жансұлудың үйіне келді. Қақпа алдында екеуі ұзақ үнсіз тұрды. Бұл рас па? Жансұлу басын изеді. Бауыржанның жұдырығы түйіліп кетті. Мен бұған жол бермеймін. Кеш қалдым. Жоқ. Бәрі шешіліп қойды. Шешілген жоқ. Жансұлудың көзінен жас ақты. Бауыржан, мен сені сүйем. Білем. Онда бірге кетейік. Қыз үнсіз қалды. Бұл ұсыныс оның жүрегін дір еткізді. Бірақ келесі сәтте әкесінің жүзі көз алдына келді. Қарыз, анасының көз жасы, отбасының тағдыры. Мен кете алмаймын. Бауыржан көзін жұмып алды. Ал сол түні екеуі болашақтарын жоғалтып алған адамдардай ұзақ жылады. Бірнеше күннен кейін тағдырдың ең ауыр күні келді. Жансұлу таңертең айна алдына келгенде өзін танымай қалды. Көзінің нұры өшкен, жүзі солғын, жүрегі бос қалғандай. Үй алдында көлік күтіп тұрды. Қанат қызының жанына жақындай алмады. Өйткені оның көзіне қарауға батылы жетпеді. Ал Замира қызының қолын жібергісі келмеді. Қызым, жыламаңшы анашым. Екеуі құшақтасып ұзақ тұрды. Сосын Жансұлу көлікке отырды. Терезеден туған үйіне соңғы рет қарады. Балалық шағы өткен аула, армандары басталған шамырақ, бәрі артта қалып бара жатты. Бір сағаттан кейін олар үлкен қақпалы үйдің алдына келді. Бұл Мұратханның үйі еді. Үй сыртынан сәнді көрінгенімен, ішінде біртүрлі суықтық сезілетін. Жансұлу көліктен түсті. Жүрегі қатты соғып тұрды. Есік ашылды. Алғаш рет ол Мұратханды жақыннан көрді. Қария үнсіз қарап тұрды. Біраз уақыт ештеңе айтпады. Сосын жай ғана: келдім бе? Жансұлу жауап бере алмады. Өйткені бұл сөз оның жаңа өмірінің басталғанын білдіретін еді. Мұратханның үйіндегі алғашқы күн Жансұлу үшін өте ауыр өтті. Үй үлкен, кең, таза, бірақ көңілге жылу бермейтін. Мұнда бәрі бар еді, кек бақыт жоқ сияқты көрінді. Қызға арнайы бөлме берілді. Ол бөлмеге кірген соң есікті жауып алып ұзақ жылады. Біраздан кейін есік қағылды. Ішке егде жастағы күтуші әйел кірді. Қызым, тамақтайын. Рахмет, тәбетім жоқ. Бүгін ештеңе жемедің ғой? Қаламадым. Әйел күрсінді. Мұнда келгендердің бәріне алғашында қиын болады. Жансұлу селк етті. Кімдер келген? Әйел жауап бермеді. Айтыңызшы. Мен ештеңе айтпаймын. Бұл жауап қыздың көңіліне күдік ұялатты. Кешке қарай ол дәлізге шықты.
Үй тым-тыныш еді, тіпті қорқынышты тыныштық. Сол кезде алыстан бір бөлменің есігі тарс жабылғандай болды. Жансұлу жалт қарады, бірақ ешкім көрінбеді. Ол бөлмеге жақындамақ болды. Дәл сол кезде артынан Мұратханның даусы естілді. Ол жаққа барма. Жансұлу тоқтап қалды. Неге? Мұратхан бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: әзірге керек емес. Қыздың денесі түршігіп кетті. Себебі бұл үйде бір құпия бар екенін алғаш рет анық сезінді. Ал ол құпия көп ұзамай бәрінің тағдырын өзгертетін еді. Жансұлу Мұратханның үйінде өткізген әр күн сайын бір нәрсені анық түсіне бастады. Бұл үйде бәрі сырт көзге мінсіз көрінгенімен, ішінде бір ауыр құпия жатқан. Әсіресе әлгі жабық бөлме. Мұратхан ешкімді оған жолатпайтын. Бірде күтуші әйел дәлізді сүртіп жүріп байқаусызда: марқұмның бөлмесі әлі сол күйі тұр ғой, деп айтып қалды. Жансұлу селк етіп бұрылды. Кімнің бөлмесі? Әйел бірден үндемей қалды. Ешкімнің. Жоқ, сіз біреу туралы айттыңыз. Қызым, кей нәрсені сұрамаған дұрыс. Бірақ дәл осы сөз Жансұлудың қызығушылығын бұрынғыдан да арттырды. Сол күні кешке ол үй кітапханасында жалғыз отырды. Кенет сөреден ескі фотоальбом құлап түсті. Жансұлу оны көтеріп алып ашты. Алғашқы беттерде жас Мұратхан бейнеленген, қасында әдемі әйел тұр. Келесі суреттерде олардың қасында кішкентай қыз пайда болды. Жансұлу таңырқап қалды. Оның қызы болған ба? Суреттерді қарай бергенде бір нәрсе назарына аударды. Кішкентай қыз дәл өзіне қатты ұқсайтын. Сол сәтте бөлме есігі ашылды. Мұратхан кіріп келді. Оның жүзі бірден өзгеріп кетті. Ол альбомды қайдан алдың? Өзінен өзі құлап түсті. Қария үнсіз жақындап келіп, альбомды қолын алды. Көзінде бұрын байқалмаған мұң бар еді. Кейбір естеліктерді қозғауға болмайды. Ол кім? Мұратхан жауап бермеді. Суреттегі қыз кім? Қария біраз үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана: менің қызым. Жансұлу таңырқап қалды. Қазір қайда? Мұратханның көзіне жас толғандай болды. Жоқ, осы бір ғана сөзден кейін бөлмені ауыр үнсіздік басты. Ал Жансұлу алғаш рет бұл адамның ішінде де үлкен қайғы жатқанын сезді. Сол түні Жансұлу ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Мұратханның қызы туралы ой оның санасынан кетпеді. Неге ол туралы ешкім айтпайды? Неге әлгі бөлме жабық тұр? Және неге бұл үйдің адамдары бір нәрседен қорқатындай көрінеді? Түн ортасы ауғанда үй ішін өлі тыныштық басты. Кенет тарс, бір нәрсе құлағандай дыбыс естілді. Жансұлу төсектен атып тұрды. Бірнеше секундтан кейін тағы дыбыс шықты. Бұл жолы дәліз жақтан. Қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол есікті жайлап ашты. Дәліз қараңғы, ешкім жоқ. Бірақ әлде бір дыбыс төменгі қабаттан тағы естілді. Жансұлу баспалдақпен ақырын түсе бастады. Қадамдары анық естіліп тұрды. Төменге жеткенде әлгі жабық бөлменің есігі сәл ашық тұрғанын байқады. Кеше ғана жабық еді. Қыз жақындай түсті. Дәл сол сәтте іштен әлсіз сыбыр естілді. Жансұлу демін ішіне тартып қалды. Кім бар? Жауап болмады. Ол есікті аздап итерді. Ішінде қараңғылық. Бірақ қабырғада ескі суреттер ілулі тұр екен. Кенет арт жағынан дауыс шықты. Мұнда не істеп жүрсің? Жансұлу шошып бұрылды. Бұл Мұратхан еді. Оның жүзі қатал болып кеткен. Мен дыбыс естідім. Бөлмеңе бар. Бірақ қазір. Жансұлу үнсіз жоғары көтерілді. Ал бөлмесіне кіргеннен кейін бір ғана нәрсені түсінді. Бұл үйдің құпиясы ол ойлағаннан әлде қайда керең еді. Жансұлу кеткеннен кейін Бауыржан бұрынғы адам болмай қалды. Ол күн сайын сол өзен жағасына келетін. Бұрын екеуі отырған орындыққа қарап ұзақ отыратын. Бірақ уақыт өткен сайын оның жүрегіндегі сағыныш күреске айналды. Мен оны табамын, деді ол өзіне. Бір күні ол Қанаттың үйіне келді. Қанат аулада жалғыз отыр екен. Шашына ақ түсе бастапты. Жүзі күрт қартайып кеткен. Аға, Қанат басын көтерді. Келдің бе балам? Мен Жансұлумен сөйлесуім керек. Қанат көзін тайдырып әкетті. Қазір болмайды. Неге? Болмайды дедім. Бауыржан үнсіз қалды. Сосын ауыр дауыспен сөйледі. Сіз бақыттысыз ба? Қанат селк етті. Не? Осы шешіміңізге разысыз ба? Қанат жауап бере алмады. Өйткені оның жүрегіндегі өкініш
күн сайын ұлғайып бара жатқан еді. Мен оны жақсы көремін, білемін. Ол да мені жақсы көреді. Қанат көзін жұмып алды. Білемін. Онда неге бәріне жол бердіңіз? Бұл сұраққа жауап беру мүмкін емес еді. Бауыржан үйден шығып кеткен соң бір шешімге келді. Ол Мұратхан туралы ақпарат жинай бастады. Ауылдағы үлкендермен сөйлесті. Ескі таныстарыңыз деді. Сөйтіп күтпеген бір шындыққа тап болды. Бір қария оған былай деді: Мұратхан жаман адам емес. Онда неге жұрт одан қорқады? Қария ауыр күрсінді. Өйткені оның өткен өмірінде өте ауыр оқиға болған. Қандай оқиға? Қария жауап беруге асықпады. Сосын баяу ғана айтты: Оның қызы жоғалып кеткен. Бауыржанның жүрегі шымете қалды. Ал дәл осы сәтте оқиғаның ең үлкен құпиясы ашылуға жақындап қалған еді. Жансұлу сол түні тағы ұйықтай алмады. Мұратханның қызы туралы естігеннен кейін оның санасында жүздеген сұрақ пайда болған еді. Таңға жуық ол қайтадан төменгі қабатқа түсті. Үй іші тым-тырыс. Бұл жолы әлгі жабық бөлменің есігі құлыпталмаған екен. Жансұлу жүрегін ұстап ішке кірді. Бөлме шаң басқан емес, керісінше біреу күнде тазалап тұратындай. Қабырғаларда суреттер ілулі тұр. Бөлменің дәл ортасында үлкен портрет көзге түсті. Жансұлу жақындаған сайын жүрегі қатты соға бастады. Портреттегі қыз өзіне қатты ұқсайтын. Тіпті бір қарағанда егіздер сияқты еді. Осы кезде есік ашылды. Мұратхан кіріп келді. Бұл жолы ол ашуланбады, керісінше қатты шаршаған адамдай көрінді. Сіз маған шындықты айтуымыз керек, деді Жансұлу. Қария ұзақ үнсіз тұрды, сосын баяу орындыққа отырды. Осыдан 20 жыл бұрын менің жалғыз қызым жоғалып кетті. Жансұлу үнсіз тыңдап отырды. Ол сен сияқты еді, мінезі де, жүзі де. Қарияның даусы дірілдеп шықты. Бір күнде жоғалып кетті. Сол күйі табылмады. Сондықтан мені таңдадыңыз ба? Мұратхан басын төмен түсірді. Алғаш көрген сәтте өз қызымды көргендей болдым. Бірақ мен сіздің қызыңыз емеспін. Білем. Жансұлу көз жасын әрең ұстап отырды. Сонда мен сіз үшін жай ғана біреудің орнына келген адаммын ба? Мұратхан үндемеді. Бұл үнсіздік бәрінен ауыр болды. Дәл сол күні кешке күтуші әйел Жансұлуға жасырын хат берді. Мұны саған біреу тапсырды. Жансұлу хатты ашып оқыды. Ішінде бір ғана сөйлем жазылыпты. Бүгін түнде ескі диірменнің жанында күтемін. Бауыржан. Қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Алғаш рет үміт сәулесі пайда болды. Ол қашу туралы ойлана бастады. Бірақ тағдыр оған соңғы сынағын әлі дайындап қойған еді. Түн ортасы ауғанда Жансұлу бөлмесінен ақырым шықты. Үй іші тыныш. Ол сыртқа қарай беттеді. Қақпаға жақындағанда жүрегі қатты соғып тұрды. Бірнеше минуттан кейін ескі диірменнің жанына жетті. Сол жерде Бауыржан күтіп тұр екен. Қыз оны көрген сәтте көзінен жас парлап кетті. Бауыржан, Жансұлу. Екеуі құшақтасып ұзақ тұрды. Сағыныш, мұң, үміт. Барлығы сол бір сәтке сыйып кеткендей еді. Жүр, кетейік, деді Бауыржан. Қайда? Қайда болса да. Жансұлу жауап бере алмады. Дәл сол кезде арттарынан дауыс естілді. Тоқтаңдар! Екеуі жалт бұрылды. Бұл Мұратхан еді. Бауыржан қызды қорғағандай алдына шықты. Оған тиіспеңіз. Мұратхан ауыр күрсінді. Мен ешкімге тиіспеймін. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын қария қалтасынан бір бума қағаз шығарды. Мынау Қанаттың қарыз құжаттары. Қанат пен Замира да артынан келіп қалған екен. Барлығы аң-таң болып тұрды. Мұратхан қағаздарды жыртып жіберді. Жансұлу көзіне сенбеді. Неге? Қария аспанға бір қарап алды. Өйткені мен тағы бір қыздың тағдырын құртқым келмейді. Оның көзіне жас келді. Мен өз қызымды қайтара алмаймын. Бірақ сенің өміріңді тартып алуға құқым жоқ. Замира жылап жіберді. Қанат үнсіз басын төмен түсірді. Ол өміріндегі ең ауыр қателігін түсінді. Мұратхан Жансұлуға қарады. Кешір мені, қызым. Мен жалғыздықтан жеңілдім. Жансұлудың да көзіне жас келді. Сізді кешірем. Сол сәтте көптен бері жиналған ауырлық бәрінің жүрегінен шыққандай болды. Бірнеше айдан кейін ауылда тағы бір той өтті. Бұл жолы ешкім жылаған жоқ. Ақ көйлек киген Жансұлу бақыттан күліп тұрды. Қасында Бауыржан бар еді. Ал тойдың ең құрметті қонақтарының бірі Мұратхан болды. Ол жастарға қарап үнсіз жымиды.
Өйткені кейде адам бақытты иелену арқылы емес, біреуге бақыт сыйлау арқылы тыныштық табады. Ал Жансұлу мен Бауыржан үшін бұл күн ұзақ азаптан кейін келген жаңа өмірдің бастауы еді. Жансұлу мен Бауыржандың тойынан кейін бірнеше ай өтті. Ауыл өмірі біртіндеп өз қалпына келе бастады. Бірақ кейбір жаралар уақытпен ғана жазылады. Қанат үшін бұл кезең ең ауыр сынақ болды. Қызы оны кешіргенімен, өзінің ар ұяты оны кешіре алмады. Кей түндері ол жалғыз отырып, өткен күндерін есіне алатын. Бір ғана қателік, бір ғана ашкөздік, бір ғана жеңіл ақшаға деген үміт. Сол үміт бүкіл отбасын құрдымның шетіне жеткізген еді. Бір күні ол Жансұлудың үйіне барды. Қызы шай құйып беріп отырғанда, Қанаттың көзіне жас келді. Қызым, иә әке, мені кешірдің бе? Жансұлу әкесінің қолын ұстады. Баяғыда кешіріп қойғанның. Бірақ мен өзімді әлі кешіре алмай жүрмін. Әке, адам қателеседі. Иә, бірақ кей қателіктің құны тым ауыр болады екен. Сол күннен кейін Қанат өмірін қайта бастауға шешім қабылдады. Ол қарызға емес, адал еңбекке сенуді үйренді. Ауылдағы жастарға да жиі кеңес айтып жүретін болды. Өйткені өзі жүрген қараңғы жолға басқа ешкімнің түспеуін қалады. Ал Мұратхан болса, бұрынғыдан мүлде өзгеріп кеткен еді. Бір күні ол жоғалып кеткен қызының атынан ауылға шағын қайырымдылық қорын ашты. Әкесі жоқ балаларға көмектесті. Оқуға түскісі келетін жастарға демеушілік жасады. Ауыл адамдары оның бойындағы өзгерісті байқап жүрді. Бір кеште ол Жансұлу мен Бауыржанды үйіне шақырды. Шай үстінде ұзақ отырды. Кетер кезде Мұратхан Жансұлуға қарап жымиды. Бақыттысың ба? Иә, солай болсын. Оның көзінде мұң әлі бар еді, бірақ бұрынғы жалғыздық жоқ болатын. Өйткені ол кеш болса да бір шындықты түсінген еді. Ешқандай байлық адамның орнын баса алмайды. Ешқандай ақша махаббатты сатып ала алмайды. Ешқандай билік біреудің тағдырын иеленуге құқық бермейді. Ал бірнеше жылдан кейін Қанат немересін қолын алып отырып, көзіне жас алды. Өйткені ол бір кезде жоғалтып ала жаздаған бақыты дәл алдында күліп отырған еді. Өмір оған екінші мүмкіндік берген болатын. Бірақ бұл мүмкіндік ауыр сабақтан кейін келді. Құрметті тыңдарман, бұл өмірде қарыздан құтылуға болады. Кедейліктен шығуға болады. Қателікті түзетуге болады. Бірақ уақытында ойланбай жасалған шешім кейде ең жақын адамдарының тағдырын өзгертеді. Сондықтан кез келген таңдауда ең алдымен арды, отбасыны және адамдықты жоғалтпау керек. Өйткені ақша қайта келеді, ал жоғалған сенім мен сынған жүректі қайтару әлде қайда қиын. Егер бұл өмірден алынған оқиға сізге ұнаса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қолдау білдірсеңіз, өте қуаныштымыз. Егер қазақ тіліндегі осындай контентті қолдағыңыз келсе, пікір қалдырып бөліссеңіз болады.